Бүгін дүйсенбі Атамекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Назарларыңызда ақпараттық сараптамалық түскі формат бағдарламасы. Сіздермен бірге болатын мен Айжан Ілиясқызы. Армысыздар. Әр 8-ші қазақстандықтың жалақысы 150 мың теңгеден аспайды, ал 300 мың теңгеге дейін алатындардың үлесі 35,1%. Бұл ұлттық статистика бюросының ресми деректері. Дүниежүзілік банк жүргізген зерттеуге сүйенсе, қазіргі кезде шамамен 3 миллион қазақстандық кедейлік шегінде өмір сүреді. Сарапшылары келесі жылы жағдай тіпті де қиындауы мүмкін деген болжам жасады. Себебі инфляция артып, күнкөріс деңгейі де төмендеп барады. Халықтың өмірін жақсарту, экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында белгіленген ең төменгі жалақы мөлшері болса, өзгеріссіз қалды. Келесі жылыда 85 мың теңге болады. Бұған қатысты халық не дейді? Әлеуметтің әлеуетін қаламқас Нысанбай біліп келді. Бейне сюжетін сәлден соң назарларыңызға ұсынамыз. Айта кетейін, мемлекет басшысы негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерді айқындайтын 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға қол қойды. Оның негізінде 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 85 мың теңге, базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері 32.360 теңге, зейнетақының ең төменгі мөлшері 62.771 теңге, айлық есептік көрсеткіш 3932 теңге, базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің мөлшері 46228 теңге болып бекітілді. Осы жағдайларды ескере келе, ең төменгі жалақы мөлшері қайта қаралама деген басты сұрақ туындайды. Бұл сұраққа бүгін біз спикерлерден, сала мамандарынан жауап алуға тырысамыз. Қымбатты көрермендер, тақырыптың талқылануына әдеттегідей сіздер де өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін Телеграм каналымызда жүргізіліп жатқан сауалнамаға қатысуға болады. Бүгінгі күн сұрағы: жалақыңызға көңіліңіз тола ма? Бірнеше нұсқа бар. Жалақым жеткілікті, жоқ, өмір сүруге мүлде жетпейді, ішінара бірақ жалақы инфляцияға ілесе алмай келеді. Тұрақты табысым жоқ. Бұл нұсқалармен келіспесеңіздер, өз ой пікіріңізді білдіруге мүмкіндік бар. Байланыс нөміріміз 8700 940 40. Хабарласып, ой білдіріп, ұсыныс айтуға мүмкіндік бар. Сондай-ақ сұрақтарыңызға жауап та ала аласыздар. Ендеше белсенділік танытып атсалыса отырыңыздар. Ал мен қазір күн сауалына және басты мәселеге қатысты сала мамандарынан жауап алуға тырысамын. Біздің студиямызға спикерлер келіп үлгерді. Сәлеметсіздер ме? Уақыт тауып студиямызға келгендеріңізге алдын ала алғысымды білдірем. Тағы бір қонағымыз міне келе жатыр. Қош келдіңіз. Сонымен таныс болыңыздар. Еркін Әбіл, парламент мәжілісінің депутаты, қаржы және бюджет комитетінің мүшесі. Дінмұхамед Ғали, қолданбалы зерттеулер орталығының директоры, экономика ғылымының кандидаты. Сәлеметсіздер ме? Және Нұрлан Өтешев, кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары. Армысыз. Скайп байланыста тағы екі маманымыз бар. Сапарбай Жобаев, экономист ғалым, және Ділмұхамед Әбізов, кәсіпкер. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыздар. Байланыс жақсы екен. Сонымен ең төменгі жалақы мөлшері өзгеріссіз қалды деп айтып жатырмыз. Еркін мырза, дәл осы ең төменгі жалақы мөлшерін қарастырған кезде, 2025-27 жылғы бюджет заңнамасын талқылаған кезде, төменгі жалақыны арттыру мәселесі қаралды ма? Талқыланды ма? Бұл мәселе талқыланды, қаралды, біраз пікірталас болды. Біздің қаржы комитеті жеке отырыс өткізді осы мәселе бойынша. Жалпы бюджет талқылаған кезде біздің комитеттен, қаржы комитетінен 100 мыңға дейін өсіру жөнінде ұсыныс болды. Бірақ өкінішке орай бұл ұсынысты үкімет қолдаған жоқ. Неге? Негізгі себеп бізде мына Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында осы ең төменгі жалақыны есептеу жөнінде жаңа әдістемені жасау жөнінде талап болған. Ол әдістеме жасалды. Ол жасалып, осы 24 жылдың көктемінде бекітілді. Бірақ өкінішке орай үкімет сол әдістеме бойынша есеп жасаған жоқ. Олардың айтуынша, себебі бізде екі негізгі фактор есептелу керек. Ол біріншіден медиандық жалақы, оны білеміз біз.
Ал екінші еңбек өнімділігі. Ол жөнінде жылдық статистика тек қана сәуір айында шығады. Сондықтан министрлік дәл қазір осы цифрды айтуға дайын болмады. Менің ойымша ол дұрыс емес. Жалпы жылдық нәтижесін біз білмесек те, жарты жылдық, 6 айлық цифрды алуға болатын еді. Бірақ министрлік, еңбек министрлігі дайын болмады. Сондықтан жалпы меніңше мүмкіндік болды бізде 100 мыңға дейін көтеруге ең төменгі жалақыны. Бірақ оны келесі жылға қалдырып жатыр. Дінмұхамед мырза, сіздің ойыңызша, енді мына жаңа әдістеме енгізілгелі бізде бір қандай да өзгеріс болды ма экономикада? Жалпы осы ең төменгі жалақы мөлшері қалай есептеледі? Жалпы мынау ең төменгі жалақы мөлшері, ең негізгі экономикалық теориясынан қарастырған кезде, бұл негізгі мәні, бұл жалпы ең төменгі, мысалы, кәсіпте, жалпы кәсіпорындарда, экономика саласында, мысалы, бұдан төмен жалақы қоюға болмайды деген қағидадан ескерілді. Бұл неліктен қойылды? Бұл біріншіден халықтың әл-ауқаты төмен халықты қорғау үшін оны, мысалы, осындай жағдайлар жасатқан. Мысалы, ең төменгі жалақы алатындар бұдан төмен қоюға мысалы заңсыз нелер жоқ, балама жоқ. Сондықтан бұл ең төменгі жалақы осылай енгізілді. Былай енді қарайтын болсақ, жалпы экономикада екі осындай тұжырым бар. Біреусі мысалы популистік, екіншісі нарықтық. Көп жағдайларда, мысалы, қоғамда ең төменгі жалақыны, мысалы, әртүрлі пікірлер естиміз. Ол орташа айлықпенен, мысалы, сіз айттыңыз ғой, мысалы, Қазақстанда орташа айлық 390 мың статистиканың деректері бойынша. Біреулер, мысалы, осыны айтады, осы орташа ең төменгі жалақы 390 мың болу керек дейді. Бірақ та бұл ең төменгі жалақының ең негізгі себебі, ол, мысалы, әсіресе шағын бизнесқа әсерін тигізуі мүмкін. Неліктен? Себебі шағын бизнестің, мысалы, олардың еңбек өнімділігі артпай, ол өзінің болашақ пайдасынан тапқаны ма, таппайды ма, ол осы айлықты, мысалы, төлеу керек. Мысалы, 85 мың болсын, мысалы, 300 мың болсын, соны төлеу керек өз ақшасына. Сондықтан ол, мысалы, өзінен болашақтағы несінен пайдасынан айырылу мүмкін. Сондықтан ең негізгі осында екі аксиома бар. Ол нарықтық жағдайда, мысалы, ең төменгі жағалық белгілеу, және популистік, оны, мысалы, орташа айлық жағымен қою. Мысалы, бізде қолданбалы этносаяси зерттеу институтымыз, біз әр квартал сайын зерттеу жүргіземіз. Халықтың арасында зерттеу жүргіземіз. Әр 16 бүкіл облыстарда зерттеу, 2000 адамды зерттейміз. Соның ішінде ең топ халықтың арасындағы топ өзекті мәселелердің бірі, ол, мысалы, тарифтің өсуі, инфляцияның деңгейін өсуі. 55% бәрі атап өтті. Екінші жағдай, жалақыны төмен деңгейі, оны 48% атап өткен. Сонан кейін жұмыссыздық және жұмысқа орналасудың қиындықтар, ол 2%. Сондықтан қарап отырғандай, экономикалық мәселелер, ол тарифтің өсуі, жалақының төмен болуы біздің зерттеулер бойынша халықтың арасында осындай өзекті болып отыр. Енді былай қарайтын болсақ, енді бұл мәселені енді айтып кеткендей екі жағдайы бар. Оны көтеру және көтермеу бар. Енді көтерсе айтып кеткендей, ол шағын бизнесқа, мысалы, зиян келуі мүмкін. Нарықтық жағдайға қарайтын болсақ, ол енді әрине еңбек өнімділігі өспей жатып, осы болашақ қаржының пайдасына азу мүмкін. Сондықтан біз енді әлеуметтік мемлекетті бізде конституция бойынша белгіленген әлеуметтік. Сондықтан біз осы мәселелерді біз қарап жатуымыз керек. Көп жағдайда қарап жатамыз осы жағдайларда. Нұрлан мырза, сіздер енді кәсіподақтар федерациясы ретінде келесі жылға жұмысшылардың жалақысын көтеру бойынша мәселені қарадыңыздар ма? Мына ең төменгі жалақысының тарихына көшсек, шамасымен 20 жылдан бастап кәсіподақтар федерациясы бүкіл мына қолжетімді алаңдарда, яғни атамекен бизнестің алаңында бірнеше рет пайдалана отырып, осы бағдарламада, басқа бағдарламада біз осы мәселені үнемі көтеріп жатырмыз, көтеріп жатамыз да. Өйткені ең басты, жаңағына мына әріптесіміз айтып кеткендей, ең басты мәселе бүкіл біздің кәсіподақтың мүшелерін мазалап жататын, уайымдатып жататын, ол әрине жалақысының
өсуі және де жетіспей тұру. Сол себептен қазір кезде жаңа ғана ағамыз айтып кеткендей әдістеме қабылданған ғой. Сол әдістемені жасату жөнінде біз жұмыс тобына кірген болатынбыз, еңбек министрліктің қасында, және де оның ең басты қағидалары ол 131-ші халықаралық еңбек ұйымының конвенциясына бұрылған, бірақ та толықтай емес. Сол себептен біздің ойымыз ең басты осы мәселені жүйелі түрде шешу үшін ол халықаралық еңбек ұйымының 131-ші конвенцияны қабылдау. Осы конвенцияны ашып өтсеңіз. Ол конвенцияның аты ең төменгі жалақы мөлшері жөнінде деп нақты айтылады, және де әр саладағы ең төмен жалақысының мөлшері осы саланың 50%-нан төмен болмау керек деген ой салынды. Орташа жалақы. Яғни, мысалға, бір ұйымда ең төмен орташа жалақы 250 болса, яғни содан төмен болмау керек деген сөз. Және де тағы да бір бізді мазалап жататын жағдай, ол БДО деген ұғым. Ол бүкіл мемлекет қаржысынан қаржыландыратын жүйелерге, яғни білім, ғылым, медицина, әлеуметтік қорғау сияқты салаларда бүкіл қызметкерлерге бүкіл осы жалақысы да, басқасы да ол ең төмен жалақысымен саналмайды. Ол үкіметтің бұрын бір шамасымен 15 жыл бұрын қабылданған үкіммен сол шамасымен бір 7 мыңдай болып тұр. Сонымен бәрін санаған кезде, кейбір кезде бір жұмысты атқарып жататын 2 салада, 3 салада жасайтын қызметкерлер әртүрлі жалақысын алып жатады. Сол бір еңбек, бір квалификацияның өзінде. Сол себептен ол да мәселені біз ең біріншіден БДО деген ұғымды жойып, ең төмен жалақысына көшу керек деген ұсыныстамыз. Енді осының бәрін ескере келе, жаңа ғана қойған сұрағыма жауап берсеңіз, 2025 жылдан бастап жұмысшылардың жалақысын көтеру бойынша мәселені қарастырдыңыздар ма? Әрине, көтеріп жатырмыз, және де ең бастысы біздің... Қаншаға дейін көтеруді қарастырып жатсыз? Біз ең біріншіден осындай норма ұсынып жатырмыз еңбек заңнамасына. Әр жыл сайын әр жұмыс беруші өзінің төлеп жатқан жалақысының ең басымен инфляцияның пайызына қайта келтіне келтіру керек деген ұсыныс беріп отырмыз. Яғни, әр жұмыс беруші жылдың басынан бастап өткен жылдың инфляциясының мөлшеріне жалақысын көтеру керек деген. Бұл индексация емес пе? Ол индексация, бірақ та ол да тікелей ең төмен жалақысының мөлшеріне байланысты. Өйткені қазір кезде 85 мың теңге болып жатса, қолына адам 85 мың алып жатса, ол толықтай оның бүкіл сұраныстарға жететін ақша емес. Яғни көтеру емес, индекстеу арқылы мәселені шешу жағын қарастырып жатсыздар. Енді қазіргі кезде біз жақсы білеміз. Ол бір жол, екінші жол, жаңа ғана айтып кеткендей, осы 131-ші конвенция қабылданса, ол кезде осы мәселе жүйелі түрде шешіледі. Яғни, әр салада ең төмен жалақысының мөлшері оның медианның несіне тең болады, сомасына тең болады.
Енді біз қазір білеміз ғой, жыл сайын негізі инфляцияға қатысты мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы арттырылады, зейнеткерлердің зейнетақысы арттырылады. Бірақ көп жағдайда жеке меншік компанияларда істейтіндердің мәселесі шет қалып Дұрыс айтасыз. олар тіпті 2-3 жылдап жалақысы көтерілмеуі Дұрыс мүмкін. айтасыз, Инфляция болып жатса да индекстелмейді. Иә. Көтермеген айтпағанда. Енді осы мәселені шешу керек сияқты. Неге? Өйткені біздің еліміздегі жұмыс беруші компаниялардың бірі арнайы зерттеу жүргізген. Сол зерттеудің қорытындысы бойынша халықтың жартысынан көбі келесі жыл жұмысын ауыстыруға ниеттеген. Мысалы, мына сызбаға қарайтын болсақ, оның дені өндіріс пен ауыл шаруашылығында істейтіндердің 63% жұмысын ауыстыруға ниетті. Көлік және логистика саласында жұмыс істейтіндердің 59% қызметін мамандығын ауыстыруға ниетті. Сауда және сату саласындағы 55% қызметкер басқа саланы таңдамақшы алдағы уақытта. Жұмыс орнын ауыстырудың негізгі себептеріне келетін болсақ, осы сұралғандардың 67% жалақының төмендігін атаған. Жаңа оны біздің спикеріміз Дінмұхамед мырза да айтып отыр. Сондай-ақ мансаптық өсу мүмкіндіктері шектеулі деген сұрақ 45% осы мәселені атаған. Ауыр еңбек жағдайы дегенде 38% осы жұмысшылардың 38% ауыр еңбек жағдайын мәселен негізге алған. Сауалнамаға қатысқандардың 20% IT саласына барғысы келетіндерін атаған. Енді осының негізінде қарайтын болсақ, 67% жалақының төмендігін айтқан. Тағы бір мәліметті келтірсек, ұлттық статистика бюросының мәліметінше қазақстандықтардың табысы қазіргі кезде міне осындай деңгейде. Яғни 150 мың теңгеге дейін алатындардың қазақстандықтардың үлесі 12%. 35,1% азаматымыз 300 мың теңгеге дейін жалақы алады екен. 35,6% 300 бен 600 мың теңге арасында жалақы алады. Ал 900 мың теңгеге дейін еңбекақы алатындардың пайызы 6,9. Сондай-ақ 900 бен 1 миллион 200 мың теңге арасында жалақы алатындардың үлесі 2,1% ғана. Миллион 500-ге дейін алатындардың үлесі 1%. Миллион 500-ден асатындардың үлесі небәрі 1,2% екен. Енді сауалнама қорытындысы бойынша орташа жалақы 2023 жылы 251.356 теңге болса, биыл бұл 285.677 теңге деп, медиандық жалақы. Бұл ұлттық статистика бюросының ресми деректері. Сонда қарайтын болсақ, әр 8-ші қазақстандық 150 мың теңге ғана жалақы алады екен. Оның салдары қандай болуы мүмкін? Бұл жөнде біз арнайы бейне сюжет дайындадық. Әріптесім Қаламқас Нысанбайдың материалына ден қояйық. Астана тұрғыны Айна Айкенованың жасы 55-те. Осы жасқа таяғанда 2 жұмысты қатар алып жүр. Қалағаннан емес, жетпегеннен дейді ол. Айдың 30 күнде демалыссыз жұмыс дейді. Күніне шамамен 13-14 сағатын тұрмысқа емес, жұмысқа арнайды. Соның өзінде тапқан табысы азық-түлік пен пәтер ақысынан артылмайды. Жалақым вообще 150 мың теңге. Екінші жерде алам, оны 220 алам. 300 болды ма? 300 мың жетпейді маған, например. Қыздың қазір киімдер қымбат барлық. Бір шалбар аласың, 15 мың, 20 мың теңгеге аласың. Одан кейін тамағың бар. Тамаққа қазір магазинге кіресің, 10 мың, 15 мың теңгеге дым алмайсың. На пакеттің түбінде ғана болады. Ол айлық жетпейді қазір. Уже пенсияны одан ары жоғартып жіберді. Айна секілді тапқан таянғаны тамақтан артылмайтын жандардың қатары басым. Астана тұрғындары өлместің күнін көріп жатырмыз дегенді айтады. Бір жерде жұмыс істеген адам жалақысы өзіне жетпейді. Күнделікті өміріне, жұмсап тұруына жайт. Үйдің басқа жерін төлер, тамағын төлер, бірақ өзіне керек затын ала алмайды. Ал екі жерде жұмыс істеп жүрген адам ақшасын жеткізе алуы мүмкін, бірақ уақыт таба алмайды. Айна сол бәрі только тамаққа ғана кетеді, коммунальныйға кетеді, басқа. Біздерде бір тиын ақша қалмайды қолымызда. Жұмыс жоқ, бір заводта жоқ. Бәрі завод салса, или ауыл шаруа көтеру керек біздің үкіметке. Сол ата мен түсінбеймін үкіметті біздің. Қаланы салават, қалада жұмыс жоқ. Барлық адамда кредит бар қазір. Продукты бар. Мысалы, элементарный продукттың өзін ретпен алады қаншама адам. Ол жасырын емес. А оны ешкім оны есепке алмайды.
Адам еркіне істемейді ғой екі жерде. Жетіп жатса, конечно, бәріне бір жерде жұмыс істеген ұнайды. Зайым аласың, ана кредитті жабу үшін. Одан зарплатаны аласың, зайымға құясың, сосын анаған құясың, солай өмір өтіп жатыр. Қалай жетеді, жаным, ол жетпейді ғой. Сен туалетке тегін кіре аласың ба? Кіре алмайсың. Жетпейді ол жалақы. Однокомнатный квартираны 150 мыңға таба аласыз ба? Таба аласыз ба? Квартирада қымбат, тамақ күнде өседі. Тамақ 2 күн сайын өсіп тұрады. Айлықты бірақ көбейтпейді ау. Мен айтқанмен тағы көбейтпейді. Мен сенімді емеспін үкіметтің ақша көбейтетініне. Ал экономист Нұржан Әбдіразақ бұл мәселеге мемлекетті емес халықтың өзін кінәлайды. Білім сапасының төмен болуымен қаржылық сауаттылықтың жоқтығы жоқшылыққа келетінін айтады. Одан бөлек жалақы өсе сала бағаны қолдан қымбаттататын саудагерлерді сынайды. Қаржылай сауатты болатын болса, адамдар белгілі бір орташа жалақы, төменгі жалақы деген нәрсеге қарап отырмайды. Көрінбейтін қол деген теория бар ғой экономикада. Жалпы мемлекет ол қатты араласа беруіне болмайды кәсіпкерлердің іс-әрекеттеріне. Өйткені нарық өзі реттеп отыру керек. Бүкіл нарықтағы іс-әрекеттерді өзі реттеп отыру керек. Егер мемлекет араласа беретін болса, көмектесе беретін болса, масыл қоғамды тәрбиелеп шығарады. Бұл экономиканың заңдылығы, сонау ғасырлардан бері келе жатқан нәрсе. Жалпы елдегі кей экономист мамандардың айтуынша қазір ең төменгі жалақыны өсірмеу қажет. Керісінше алдағы 3-4 жылда осы 85 мың теңгені ұстап тұру керек дейді. Егер арттырса бюджетке салмақ салады, ал қазір ел бюджетінің түбі көрінген. Қаламқас Нысанбай, Ерлан Сарманов, Атамекен бизнес. Байқағандарыңыздай ресми статистика мен халықтың әл ауқаты бір-бірімен аса келсе бермейді, бір-біріне тіпті алшақ деуге болады. Сапарбай мырза, сіздің ойыңызша қазіргі кезде жаңағы әріптесіңіздің ойын ескере келе, осы ең төменгі жалақы мөлшері қандай болуы керек? Енді осы күнге дейінгі біздің билік, өкіметіміз төменгі жалақыны өсіріп келе жатқан еді. Мына президентіміз жаңадан болғаннан кейін бірден 85-ке көтерілді де, бәріміз біраз қуанып қалдық, яғни өкіметіміз халықты тыңдайтын болды, халықты ойлайтын болды дегендей пікір келген еді. Бірақ біз баяғы Байқожаның таяғы болып 2025 жылға келгенде билік осы ең кіші жалақыны көтермейтінін көрсетті. Яғни шешім қабылданды, енді көтерілмейді. Неге? Бұған екі түрлі себеп бар. Бірінші, жаңағы менен алдыңғы айтқан экономисттің айтқандай, растанда бюджетіміздің түбі көрініп қалды. Қандай себептер екенін енді ол басқа тақырыпта айтуымыз керек. Ең негізгі себеп мына біздің олигархтардың квази мемлекеттік кәсіпорындарында өте көп жеңілдік бар. Олар жалпы төлемеуге тырысады бюджетке. Ал енді қалғандары, шетел компаниялары, жеке кәсіпорындар, олардың төлегені әрине бюджеттің табысына жетіспейді. Мәселе 14 триллион жоспарлаған еді, бар болғаны 11 триллионға түсті. Ал шығысымыз 21-22 триллион. Бұл бірінші себеп. Растанда бюджеттен түбі көрінгеннен кейін, оны келесі жылы және тыраштанып жаңағы кіші жалақыны көтеріп, оны одан бетер жаңағы тапшылыққа жеткізуге үкімет бара алмаса керек. Бұл бірінші мәселе. Екінші, ең кіші жалақы бұл әсіресе мына Растанда кіші және орта бизнестерге азғантай да болса аз-маз ауыртпалық. Неге? Себебі егерде олар сол 85-те ертең бір 100 мыңға, яғни 90 мыңға көтеретін болса, дәл сондай жалақы беру керек барлық жұмысшыларына. Әсіресе бұл ауылдық жерде өте ауырлық түседі. Сондықтан мынандай қазір статистика жоқ шығар, бірақ көлеңкелі экономикаға азғантай да болса бір себепкер деген сылтау бар. Бірақ әрине бұл сылтау. Неге? Себебі мынау қазір жаңа сұраған адамдардың көпшілігі айтып жатыр, баға өсіп жатыр деп. Яғни егерде жаңа статистика бойынша кім 150-ден төмен алған болса, солардікін айлығын көтеріп, ең кіші айлықты да көтеріп, кейін индексацияны да дәл сол жаңа 150 мыңға алғандардікін ғана көтерсе, бізде инфляция болмас еді. Ал біздегі билік не қылады? Мына осы ең төменгі айлық алып отқандардікін бір индексация қылайық, олардың жағдайын жақсартамыз деп, өздерінің жалақыларын жаңағы мәселен бір
1,2% жұмыс істейтіндер бар, яғни 100 мыңға жақын адам 10 миллион, 20 миллионнан алады. Солар, мәселен, 5 миллион асса, 10%-ға көтерілсе, 500 мыңға оның жалақысы көтеріледі. Биліктегілер, министрліктегілер, әкімдіктегілер, олигархтар, латифундистердің барлығы өзінің жалақысын көтеріп жатыр. Бұл инфляцияға себеп болып жатыр. Сөйтіп жаңағы ең кіші жалақы ешқандай жардымсыз болып тұр. Осы екі мәселені шешпестен, яғни жоғары жалақыларды индексациясын тоқтатып, мәселен орта жалақы қазір 390 мың деп тұр ғой. Сол 390 мыңдан асқандарды индексация жасамастан, тек қана сол жаңағы медианыға 250 мыңға дейінгілерді ғана 150 мыңға дейінгілерді ғана индексация жасасақ, осы мәселе шешілер еді, және анау 85 мыңды 90-95 мыңға көбейтуге мүмкіндік болар еді бюджетімізде. Ал бұл біздің билік қазір өзінің қалтасын ойлаған үшін осындай мүмкіндік жоқ деп бюджеттен жаңағы табыс түспей жатыр деп сылтау көрсетіп жатыр. Яғни сіздің ойыңызша бұл сылтау, ал негізгі басымдық ол негізгі салмақ кәсіпкерлерге түседі деп жатсыз. Ділмұхамед мырза, мысалы деп айтайықшы, қазіргі кезде ең төменгі жалақы мөлшері 85 мың теңге. Ол 95-100 мың теңге көтерілетін болса, сіздерге қаншалықты әсер етеді? Жалпы кәсіпкер болғандықтан сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Әрине, енді мынау кәсіпкерлер... Ділмұхамед мырза, камераңызды қосып қойсаңыз. Екіншінің екеуіңіз аттас болып тұрсыздар. Ділмұхамед мырза, сізді тыңдап тұрмыз. Мен айтар едім, ондай қатты әсер етпейді. Біріншіден, қазір 85 мың теңге деп жатсыз, біз экологиялық жәрдем төлейміз 30% Қызылорда облысы болған. Камераңызды қосып қойсаңыз, Ділмұхамед мырза. Камера қосылып тұр? Жоқ. Біз сізді көрмей тұрмыз. Интернет жетпей тұрғанша. Қосылды ма? Міне көрдік. Енді, сіздерге әсер ете ме, жоқ па? Бізге енді қазірдің Қызылорда облысына қарайтын болсақ, бізде ең төменгі жалақы 100 мыңның үстінде. Өйткені 30% экологиялық жәрдем береміз біз. Бізге ондай нақты әсер етпейді. Өйткені қазіргі нарықтық заманда бізде қазір жұмысшыға бәсекелестік басталған заман. Бізде жұмысшы таба алмаймыз. Соған қарай айлықты да көтеруге, жұмыс орындарын жақсартуға, шарттарын жақсартуға тырысып жатырмыз. Сол себепті бұл нарық болғаннан кейін ол әшейін жазу ғана деп айтсақ болады. Ол нақты есептелмейді. Ең төменгі айлыққа біз адам таба алмаймыз. Еркін мырза, сіздің ойыңызша, естіліп тұр, сіз әсер етпейді деп жатырсыз ғой. Енді расымен егер шағын және орта бизнестің жағдайын ойлайтын болсақ, бұл кісілер енді 90-95 мың теңге айтарлықтай әсер етпейді дейтін болса, расында бұл қаншалықты рас жағдай, сараптамадан келетін болса? Менің ойымша, дәл биыл 100 мыңға дейін өсіруге мүмкіндік болды. Мына бюджет тапшылығына қарамайық, себебі келесі жылға 100 мың теңгеге өсірген. Келесі жылға, осы алдымыздағы 25 жылға. Себебі мына қазіргі біздің бекіткен бюджеттен жалақы алатын қызметкерлердің ең төмен жалақысы сол 100 мың болады. Бізде қосымша бюджетке қаражат керек емес 100 мыңға дейін көтеру үшін. Тек қана осы шағын бизнес жөнінде әңгіме болуы мүмкін. Бізде өкінішке орай ең төмен жалақы алатын бизнесте істейтін ауыл шаруашылығы, сосын мына жергілікті квазимемлекеттік секторде коммуналдық қызметтері әртүрлі, солар төмен жалақы алады бізде. Себебі тарифтерді біз қолдан ұстап тұрмыз, тарифтер өспегесін жалақы төлей алмайды. Әсіресе қала емес, мына аудандарда орналасқан мына коммуналдық қызметтер. Бірақ ол жерде де 85 мың деген қазірдің өзінде жоқ. Толық ставкаға істесе 100 мыңға дейін көтеруге мүмкіндік бар. Жалғыз себеп осы әдістемемен есептеуге еңбек министрлігі дайын болған жоқ. Осы желтоқсан айында. Біз қандай бізде ең төменгі жалақы болу керек әдістеме бойынша тек қана мына сәуір-мамыр айында ғана білетін боламыз. 24 жылдың еңбек өнімділігінің статистикасы шыққанда. Сонда бізде мүмкіндік болады. Осы әдістеме бойынша, заң бойынша ең төменгі
жалақыны айтуға. Мен әріптесіммен келісемін, мына медиандық жалақысының 50%-нан төмен болмау керек деп есептеймін. Медианды жалақыдан аз 50%-нан төмен болмау керек. Телеграм каналымызда сауалнама жүргізіп жатырмыз. Жалақыңызға көңіліңіз тола ма деген сұраққа 1000-нан астам көрерменіміз жауап берген екен, және олардың 45%-ы жоқ, өмір сүруге мүлде жетпейді десе, 29% ішінара, бірақ жалақым инфляцияға ілесе алмай келеді депті. 14% жалақым жеткілікті десе, 11% тұрақты табысым жоқ деген екен. Өз пікірін білдіріп жатқан көрермендеріміз бар, сондай-ақ байланыс нөміріміз жұмыс істеп тұр. 800-900-40-40 хабарласқан көрерменіміз бар. Тыңдап көрсек, сәлеметсіз бе, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіз бе. Мен Алматыдан хабарласып тұрмын. Атым Құралай. Қазіргі жалақы 100 000 теңге алам. 100 000 теңге ештеңеге жетпейді. 22 күн жұмыс несіне бөлгенде 4700-ден ғана шығады. Күніне 4700-ді есептеңіз, сонда мен күніне 8 сағатта мен тамақ ішуім керек. Үйіме продукт әкелуім керек. Сонда осыларды қалай есептеп отыр, мен соны таңғаламын. 20 миллион қазақпыз дейді. 20 миллион қазақ болғанда қалай, бізде барлық байлық бар. Арабтарды қараңызшы, ең төменгі жалақылары оларда $5000 алады. Ең төменгі кедей арабтарың. А бізде әлі 30 жылдан бері әлі сайрап келе жатырмыз. Бір зарплата көтерілген жоқ. Мен 500 000-нан есептегенде 20 миллионға қанша миллиард ғана кетеді екен. Сонда 1-2 күндің бюджеттің ақшасы ғана кетеді. А бізде жоғарыда отырғандар 10 миллион, 20 миллион алады. Оны бізде біліп отырмыз. Ең төменгі жалақы бізде 100 000 теңге деген ол түк емес. Даже ауылдың өзіне жетпейді. Ауыл шаруашылығын оны құртты. Не мал жоқ, не егін жоқ. Отырмыз. Барлығын Қытайдың товарын сатып аламыз. Күніне продуктіге овощтың өзіне, картошканың өзі қазір 300 теңге тұрады, 400 теңге тұрады. Морковты қараңыз, 200-300. Сұмдық қой, Қазақстанда тұрып осындай. Арабтарды қараңызшы, песоктан огород салып жатыр қазір. Рахмет сіздерге. Рахмет хабарласқаныңызға. Қандай жұмыста істейсіз? Біздің бір ерекшелік Қазақстанда. Жалпы ең төменгі жалақы деген әлемде. Бұл расында да білімі жоқ, ешқандай квалификациясы жоқ, қараң жұмыспен айналысатын адамдарға төленетін жалақы ең төменгі. Бізде Қазақстанда өкінішке орай жоғары білімі бар, квалификациясы жоғары адамдар да ең төменгі жалақыға жақын жалақыны алады. Сіз жаңа дұрыс айтып кеттіңіз, әлгі базалық төлем БДО 17 000. Сонымен байланыстырып қойды, бізде 20 жыл істеп жүрген, жұмыс өтелі бар, жоғары білім алған, жыл сайын әлгі повышение квалификацияны өтетін адамдар бәрібір сол 150-дің маңында алып жүр. Сол өте үлкен не бізде диспропорция бар. Ерекең айтып кеткендей, жалпы сарапшыларымыз айтып кеткендей, олардың күмәні қазір кезде біз индексация болсын, не ең төмен жалақысының мөлшерін анықтап жатсақ, үлкен жалақысын алып жатқан кісілер де өз-өздеріне көтере бастайды деген сондай уайым шығып жатыр ғой. Соған біз өзіміз тарапымыздан осындай ұсыныс берген болатынбыз. Қайта мына еңбек заңнамасына норма ретінде бүкіл мына квази мемлекеттік мекемелерде істейтін азаматтар, ол тіпті мына самұрық қазынаның өзінде, тіпті мына кез келген министрліктің, акиматтың қасындағы компанияларда ең төмен, ең жоғары жалақы ең төменнен жоқ дегенде 10 есе, ең көбі 10 есеге көп болу мүмкін. Сол себептен жұмыс беруші, бизнестің иесі, не менеджмент өзіне көтерем деп жатса, ең төменгі жалақысын көтеруге мәжбүрленеді. Сол себептен осындай да ұсыныстарымыз бар. Бірақ бұны жүзеге асыру мүмкін бе екен? Енді ол әр жаңа әңгімеміздің басында айтып кеттік қой, өнімділеудің тиімділігі қаншалықтай өседі. Ол ең бастысы жұмысшы кісіге, еңбек адамына байланысты нәрсе емес. Өйткені ең бастысы ол
әр ұйымның, әр компанияның мына өндіріс технологиялары. Өйткені мына бұрынғы заманмен істеліп жатқан әлі шейін 21-ші ғасырда 19 ғасырдың, не 20-шы ғасырдың басындағы технологиялармен жұмыс жасаса, ешқандай тиімділігі артылмайды, ешқашанда да көтерілмейді ол. Сол себептен мына менеджментте, жалпы мына бизнестің иесі де ол мына енді айтып отырмыз ғой, эффективность, производительность дейміз ғой. Сол себептен оны көтеру үшін ең бастысы мына технологияны өзгерту керек. Оған қайта инвестиция құю керек. Сол себептен мына қазіргі кезде біз былай санасақ, именно мына өндіріс сектор, реальный сектор деп жатсақ, соның мына таза келген кіріс ақшасы, чистая прибыль, ол мына шамасымен былай бөлінеді. 3-тен 1-і жұмысшыларына түгел мына қызметкерлеріне, ал 3-тің 2-сі бизнестің иесіне. Ал мына біз бүкіл әлемдік тәжірибесіне сүйенсек, ол минимум жартылай бөліну керек. Минимум 50% мына жұмыс істеген кісілерге, 50% бизнестің иесіне түсу керек. Ал мына мысалға Скандинавия сияқты, о жақта 70%-ға дейін өседі. Сол шарт қабылданса, біз мына шынайы әлеуметтік, тек қана мемлекеттік секторінде ғана емес, бүкіл мына бизнеске, бүкіл мына өндіріске сол қағиданы жүзеге асыра аламыз деген ой. Мұхаммед мырза, бұл мүмкін бе? Сіз өзіңіз жаңа ғана айттыңыз, популистік және нарықтық деген бар дедіңіз, бұл популистікке кетіп қалмай ма? Жалпы енді былай қарайтын болсақ, біз жыл сайын біздің жалпы ұлттық өніміміз 5-6%-ға артып отырады. Биыл 4,5% болды. Бірақ та бұның мысалы ішкі өніміміздің артқаны, қарап отырғандай сауалнамада да, бағдарламаларда да халық мысалы сезбей жатыр. Неліктен? Себебі бізде өзіміз нарықтық жағдайды біз декларировать айтамыз да, бірақ та көп жағдайда әлеуметтік жағдайға көп бөлініп кетеміз. Мысалы, орта есеппен қарайтын болсақ, статистика мәліметі бойынша орта есеп мысалы 390 мың делінген. Ол іс жүзінде ол мысалы 390 мыңға да орта есеппен қарағанда ол күнделікті өмірге мысалы жетпейді. Сондықтан бұл көп жағдайда мысалы жалақысын саласын қарайтын болсақ, біз өзіміз реттеп, өкімет реттеп отырады. Сондықтан бізде нарықтық жағдай дамымаған болғандықтан болыпты. Содан кейін біз баға айтып кеттік, еңбек өнімділігі дедік, жаңа технология дедік. Көп жағдайда мысалы жақын арада мысалы бір ай бұрын Ақтауда нелер шеруі шықты, біздің туысқандарымызды кәсіпорынға алдыңдар деген. Сонда бұл не деген сөз? Сонда ол қосымша кәсіпорын ана туысқан алады, еңбек өнімділігі төмендейді. Ол қосымша оған үлкен жүк түседі. Сондықтан осындай жағдай, ол қиықта жағдайлар осындай көп болып жатады. Сондықтан нарықтың дамымаған нәрселері осы біздің жалақы төменгі жалақыны төмен ұстап отырған осылай әсер етеді. Сондықтан бізде жалақыны оны жіберу керек. Сонан кейін мысалы мұнай мысалы бағаларды да мысалы әлде біз көп субсидия жасап отырмыз, ауыл шаруашылығында субсидия жасап отырмыз. Сондықтан бұндай жағдайларды нарық несіне сәйкес келмейді. Сондықтан бұның бәрін шынайы болған кезде соның бәрі реттеледі деп есептеймін. Себебі кәсіпорын 1000 адам ұстаған орнына ол мысалы өзіне 50 адам қалтырып, бірақ олардың зарплаталарын көбейтіп мүмкіндігі бар. Бірақ та ол осындай үлкен әлеуметтік жүк болғандықтан, ауылдық жерлерді жұмыспен қамту керек, соны қамту керек. Сондықтан осындай ол әлеуметтік жүк болғандықтан ол айлықты ол көбейте алмайды. Сондықтан ол төменгі деңгейде искусственно осылай стап отырады. Сондықтан осындай алғы шарттары бар. Ол нарықтың дамымаған нәрселерінің әсерінен болып тұр. Бізде дұрыс айтып жатыр әріптесіміз. Бізде таза нарықтық экономика жоқ. Біз расында да мына әлеуметтік жұмыспен қамтимыз деп, сол әлгі еңбек өнімділігін қолдан біз төмендетіп жатырмыз. Бізде мысалы Қостанайда да кейбір қалалар бар, бүкіл қала бір жерде істейді, бір кәсіпорында. Директормен сөйлесем, ол айтады, маған осы жұмыс істеп жатқан халықтың 20% ғана керек дейді. Онда мен жалақысын 4 есе көтере аламын дейді. Бірақ бәрін жұмыспен қамту үшін менде ондай қаражат жоқ, сондықтан бәрі де
жұмыс істейді, бәрі де біраз аз жалақы алады. Аз-аздан. Аз-аздан, бірақ бәріне төлеймін дейді. Сонда енді мәжбүр болып отырмын, мен түсінем, қалада басқа жұмыс жоқ дейді. Сондай мәселелер бар. Енді оны шешу үшін онда сол өңірлерде өндірісті көбейту керек. Әрине, біріншіден бізде мына жұмыс ұтқырлығы жоқ. Мобильность керек бізге. Екіншіден, мына салық саясаты арқылы да реттеуге болады. Мына прогрессивтік салық енгізіп, жеке табыс салығын өзгертіп, мына мысалы 150-ден төмен алатындарды мүлдем салықтан босатып, ал енді жоғары жалақыларды үлкен салық салу. Сапарбай мырза, осыған дейін біздің эфирімізде болғанда бірнеше рет осы мәселені көтерген. Әрине, салық мәселесінде жалақы көп алатындардың салық мөлшері жоғары болу керек, төмендерге. Соны біз талқылап жатырмыз мәжілісте. Талқылап жатсыздар. Қабылдана ма жоқ па ол? Қабылданады. Қабылданады, бірақ қазір пікірталас қандай жалақыны біз жоғары деп есептейміз, қандай пайыз саламыз, сол жөнінде пікірталас болып жатыр, бірақ ол болады. Түсінікті. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, сәлеметсіз бе, өзіңізді таныстырып өтсеңіз? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Жамбыл облысы Мерке ауданынанмын. Мен өзім зейнеткермін, мен ешнәрсеге де жалып жасамаймын балам. Бірақ та біздің бөлек тұратын келін балдарымыз бар. Техничка, вахтер, мектеп білім саласында істейтін. Солар 85 мың начисление. Одан қолдарына алатыны 72 мың ба, 73 мың. 2 баладан, 3 баладан балдары бар. 4-еу, конечно, жоқ. Сонда олар қандай күн көреді? Олардың айлықтары көбею деген әңгіме жоқ. Например, мектеп директоры, бухгалтері, ар жағындағы завхоздары қанша айлық алады? Олар алады. А бұлар неге сонда 85 мың менен, оны сіздерге айтады 85 мың деп. Одан подоходный, профсоюз, пенсионный ұсталады. Сонда оның 3 баласы мектепке барады. Оған киім керек. Ешқандай хорошо, бабушка, дедушка бар, олар көмектесіп алып береді. Зейнетақыдан көмектеседі дейсіз ғой оның үстіне? Иә, оның кейін оны көмектесетіндер бар, көмектеспейтіндер бар, тура ма? Оның кейін пособие дейді. Пособияны 4 баладан асқандарға береді, оларға тағы да ой, шықпайды сендерге дейді. Енді күйеу алады, 70 мың өз алады, 70 мың груба, 140 мың. 140 мың өзінің 3 баласы бар, 2-еуі бар. Сонда 5 адамға бөлсеңіз, онда бұлар етті хорошо үйден алып барады енді. Сонда балдардың киіміне де, түгіне де жетпейді ғой балам. Үйде отырып күйіп кетесің, күйіп кетсең, вообще не алады. Қазір сұхбаттарыңды естіп отырмын, содан звондап жатырмын. Менің да соседтерім бар. Иә. Шындығына келгенде, расында оңтүстік өңірде, әсіресе Тараз. Айлықтың 5-тен 1 бөлігін берсе болады ғой. Қазір директорларыңыз бәрі миллионнан алады ғой, миллионнан алады. Сіздің ұсынысыңыз бойынша жаңа ғана Нұрлан мырза айтып өтті, алдағы уақытта сондай ұсыныстар қарастырылып жатыр деді. Шындығына келгенде, осы біздің еліміздегі оңтүстік өңір кедейлік шегі бойынша бастапқы орында тұр, өкінішке орай. Бірақ енді алдағы уақытта жөнделеді деген ойдамыз. Енді осы жерде айта кету керек, расында ең төменгі жалақы мөлшері 2018 жылдан бастап арттырылып келеді, соған сай инфляцияда өсіп келе жатыр. Енді осы графикаға қарайтын болсақ, біз бағанадан бері айтып жатырмыз, ең төменгі жалақы мөлшері артып келе жатыр деп, бірақ 2018 жылдан бастап қарайтын болсақ, 2024 жылға дейін 28.284 мың теңгеден 85 мыңға дейін арттырылды. 2025 жылда осы деңгейде қалады. Ал енді инфляцияға қарайтын болсақ, 2018 жылы инфляция көрсеткіші 5,3%-дан қарқынды түрде өскенін көреміз. Бұл жерде 2022 жылы 20,3%-ке жетті. Ал сол уақытта ең төменгі жалақы мөлшері 2022 жылы 60 мың теңгеге көтерілді, 42.500 теңгеден. Одан кейін инфляция мөлшері төмендегенін байқаймыз, бірақ қарап отырсақ, 2024 жылғы инфляцияға көрсеткіш 8,3%, ал ең төменгі жалақы мөлшері 85 мыңға арттырылды. Енді осыған сай, жыл сайын тағы да айта кетейік, мемлекеттік қызметкерлерге, бюджет сала мамандарына бюджеттен, қазынадан арнайы жалақыларын көтеру үшін, индекстеу үшін ақша бөлінеді. Оған қарайтын болсақ, мемлекеттік қызметкерлердің жалақысына бөлінетін қаржы бюджеттен жыл сайын 1 триллион теңге көлемінде бөлінеді екен. Ал мемлекеттік қызметкерлердің саны
биылғы жылы 89 мың теңге, 89 мың адам айналасында. Соңғы 10 жылда мемлекеттік қызметкерлер саны айтарлықтай өзгермеген. Бұл жағдайға қарайтын болсақ, көбінесе осы ең төменгі жалақы мөлшері дәл осы бюджеттік сала қызметкерлеріне ғана арналып есептелетін сияқты. Нұрлан мырза, сіздер талқылап жатқан ұсыныс парламентке жетті ме? Оны бәрінде түгеліна ұсыныстарымызды парламентке ретімен жетіп жатады. Мысалға келтірсек, осы 24-ші жылдың өзінде біз еңбек және кәсіподақ заңнамасына 106 ұсыныс берген болатынбыз. Яғни норманы өзгертуге. Оның ішінде бірнеше бірқатар норма осы жалақысының мәселесіне байланысты. Шамасымен еңбек заңнамасына сол 106 ұсыныстан 75 норма бізден шыққан болатын, біздің тарапымыздан. Бірақ та ол түгелдей бәрі қабылданып жатпайды. Мысалға келтірсек, тек қана ол 23-ші жылдың ішінде шамасымен 100 ұсыныстың ішінде 17 норма ғана өткен болатын. Яғни 80%-дан астам ол әлі өтпей жатыр. Ал мұна енді ұсынып жатқан ұсыныстарыңыз қабылданды ма? Мәселен, басшылықтың жалақысына байланысты төменгі жалақыны көтеру деген. Ол енді ұсынып жатқан ұсыныс емес. Біз оны қайтадан жүйелі түрде шешу үшін әдістемені де бірігіп жасаған болатынбыз, және де осы әдістемеге біраз пікірталас болған болатын. Ал бірақ та қазір кезде ол қабылданған. Оны қабылданғанның ең басты себебі 131-ші конвенцияда қабылдай алмай жатқандықтан. Яғни биыл бізге Қазақстанға алғашқы рет халықаралық еңбек ұйымының бас директоры Джилбер Унгбо деген келген. Ол кісімен де біз кәсіподақтар федерациясында да, жұмыс берушілермен де, яғни билік тарапымен де қыркүйектің басында кездескен болатын. Және де жалпы біздің ең басты мақсатымыз ол лайықты еңбек стандарттарын біздің еңбек заңнамамызға енгізу. Лайықты еңбек стандарттары деген ол бір үлкен ұғым, оның ішінде лайықты жалақысы да бар. Лайықты жалақысы деген ұғым ол өзіңе ғана емес, тікелей сенің қасындағы жақындарға тек қана тамақ, киім, тұрғын мәселесі емес, онымен қатар саған тағы да өзінің дамуына және де жақындарының дамуына ақша қалу керек деген сөз. Сол себептен осы стандарттарды біз енді түсініп отырмыз, реалистпіз ғой. Оны бір күнде шеше аламыз деген ой жоқ, бірақ та ретімен қадам-қадам қылып осы конвенцияны қабылдап жатсақ, ратификациядан өткізіп жатсақ, біраз мәселелер биліктің алдында уже нақты тапсырма ретінде түседі, және де ол тапсырмаларды атқару үшін олар өздеріне жауапкершілікті алу қажет. Еркін мырза, бұл жағдайда ең төменгі жалақы мөлшері артуы мүмкін бе? Мүмкін. Қаншаға дейін артуы мүмкін? Енді жаңа айтып кеткендей, дәл менің ойымша келесі жылы міндетті түрде ол өседі. Себебі көктем жазда біз есептейміз де қандай болу керек екенін айта аламыз. Және де идеалды түрде 3-4 жылдың ішінде сол әлгі медиандық жалақының 50% болу керек. Оның бүкіл мүмкіндіктер Қазақстанда бар. Бұл дегеніміз 150 мың теңге. Енді биылғымен есептегенде 280 болса, 140 мың деген сөз, 143 мың деген сөз. Яғни келесі жылы медиандық жалақы өседі бәрібір. Сонда жыл сайын медиандық жалақы өсіп тұрғанда, ең төменгі жалақы да өсіп тұру керек автоматты түрде. Ол қайтадан жалпылама емес, ол әр саланың өзінде. Мысалға, бізге берген 30 секунд қана қалды, сондықтан сізді тыңдасақ. Жалпы мен айтайын деген, ең негізгі ең төменгі жалақының көбеюі, ол мысалы Ресейдің зерттеулері бойынша 20% өскені, ол мысалы халықтың төмен деңгейін көтермейді, және аз алатын айлықтардың деңгейін, кедейлік жағдайын көтермейді деп онда зерттеулер бар.
Ресейдің зерттеулері бойынша 20% өскен өзінде. Сондықтан ойлаймын, осы ең төменгі жалақыны осылай ұстап отыру керек. Себебі ол үлкен шағын бизнеске үлкен әсерін тигізуі мүмкін. Сіздің ойыңызша көтермеу керек, депутат мырза көтеру керек дейді. Бағана басқа біздің кәсіпкер қосылған ол кісі де көтерсе айтарлықтай салмақ болмайды дейді. Сондықтан енді тағы да көрейік, зерттейік, талдайық. Алдағы уақытта ең басты халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарсын деп тілейік. Студиямызға келгендеріңізге көп рахмет. Скайп байланысқа шыққан мамандарымызға да алғысымызды білдіреміз. Дәл осы тақырып туралы 10 минуттан кейін дневной форматта талқыланады. Сондықтан айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Амандықта жағымды жаңалықтармен жүздесейік.